Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз ходовой тақырып антивирус, бесплатный антивирустар туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Ол үшін бізде бесплатный антивирустар, қазіргі таңда бесплатный антивирус жоқтың қасы. Бізде пробный антивирустарды қолдануға болады. Ол үшін пробный, мысалға, бір айлық антивирустар бар. Мысалға алатын болсақ, Avast бесплатный антивирус бұл. Avast деген антивирус бар. Сосын 36 Total Security деген антивирус бар. Сосын Kaspersky тоже, Kaspersky антивирусы бар. Сосын Dr. Web деген антивирус бар. Осы 4 антивирус бар. Оларды скачать ету үшін арнайы өздерінің сайттары бар. Соларға кіру арқылы осы жерде, мысалға, Dr. Web скачать ететін болсаңыз, осы жерде міне мына жерде тұр. Осы жерде скачать бесплатно для дома дегенді скачать етіп алсаңыздар болады. Пробный бір айға пайдалануға болады бұл антивирусты. Екінші, мысалға, мына Kaspersky'дің өзінің сайты бар, kaspersky.ru деген. Осы жерден мына жерде для дома дегенді бассаңыз, осы жерде скачать деген тұр. Скачать бассаңыз, осы жерге келетін болады. Бесплатно пробный версия бір айға берілетін болады. Осы жерден скачать етіп ала аласыздар. Тоже мына жерде бесплатно, бұны да тоже скачать етіп ала аласыздар. Осы официальный сайттарынан. Avast антивирусы бесплатно, бұл платнасы да бар, бесплатно тоже бар бұның. Бұны да avast.com сайтынан скачать етіп аласыздар. Негізі Avast көбінесе Avast бесплатно болып келеді. Осы антивирус жұмыс жасауы бәрі одинаковый. Пробный бір айға тек скачать етіп алып, бір айға көрсеңіздер болады, скачать етіп алып. Ол үшін осы сайттарға кіріп скачать етіп алсаңыздар болады. Каналға тізіліп, каналға подписать кнопкасын басып, лайк басып, комментарий жазып, келесі қандай тақырыптар қозғау үшін соларды комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер.